Темиров Лайв, сіздер менен Арген Камалдинов, саламатсызбы? Бүгін TikTok'та Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қаза болғандығы туралы видео тарады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың індеттен қайтыс болған туралы ашық жарияладық. Аны 1 миллиондан ашық адам көрді. Видеоны дағыдылы интернет қолданушылар бөлішіп жатат. Тасманың көріп эле аны монтаж екенін түшінуге болады. Бирок біз видеоның түп нұсқасын табууну чечтик. Анда Токаев өлкө башчысы катары Қазақстандын кризистен кийинки өнүгүүсүнүн негизги максаттары жөнүндө сүйлөгөн. Видео 2020 жылдын 1-сентябрында жарыяланган жана ал 4 жеринен кыркылып монтаждалган. Видеода Назарбаев тууралуу эмес, COVID-19 пандемиясында каза болгондор тууралуу айтылат. Құрметті отандастар, құрметті парламент палаталарының төрагалары, депутаттар, үкімет мүшелері, ең бастысы, біз азаматтардан еш нәрсені жасырмай, індеттен қайтыс болғандар туралы ақпараттың барлығын ашық жарияладық. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясатының арқасында экономиканың дамуы үшін берік негіз қаланды. Қазақстандын 1-ші президентinin көз өткөндүгү тууралуу видео фейк. Сиздер менен Арген Камалдинов болду. Көрүшкөнгө чейин.